Ассалаумағалейкум. Машинада ешқашанда бір кілт болмау керек. Естеріңізде болсын, көлік иелері. Егер де қолыңызда кілт болса, чиппен всегда екіншісін жасап үйге апарып қойыңыздар. Енді барлығы білетін шығар, 2000 жылдан кейін машиналардың кілттерінің ішінде барлығында чип бар. Оны жоғалтсаңыз, үлкен қиын жағдайға түсіп қалуыңыз мүмкін да. Мысалға, Range Rover 2005 жылы қазір мен ашып көрсетейін сіздерге. Біздің случайда кілт бар. Мынандай кілт. Ашамыз. Сигнализация ойнады. Заводской. Бірақ машина оталмайды. Өйткені негізі кілт мынандай болған. Заводской. Центр замогымен. Осы кілт ашпай қалған. Көлік иесі бұның батарейкасы отырып қалды деп, мына батарейканы ауыстырған бірнеше рет. Осы батарейканы ауыстырып жүріп, мына кілттің ішінде алған кезде мына жағында чип болады. Сол чипті түсіріп алған ғой. Енді бұл чипсіз бұл машина от алмайды. Бұл бір. Екіншіден жаңа руль ашылмайды. Рульда блокировка бар, электронный. Мынандай. Одан кейін замок ашылмайды. Замок бұра алмайды. Сөйтіп бұрайым деп қатты. Кілтті сындырып тастаған ғой. Кілтті сындырып алған. Алып келіп өзімізге тексере келсек, машинаны от алдыру бір проблема. Мынандай аварийка постоянно жанып тұрады. Одан кейін машинаның водительский есіктен басқа ешқандай есігі ашылмайды. Ішінен аша алмайсыз. Солдатигін көтердік, болмайды. Бұл жерде бір ерекше замок. Пока компьютер өзі ашпағанша есіктер ашылмайды. Сондықтан патовая ситуация дейді орыстар бізде. Бізге бәрібір кілт керек болды. Енді 70% случайда негізі жаңа біз айтқандай ЭБУ-ды прошивать етіп, машинаны оталдырып алсаңыз, басқа системаға влиять етпейді. Бірақ Range Rover'да және де сонымен қоса көп жаңа Volkswagen Audi'да қателеспесем, осындай жағдайға түсіп қалуыңыз мүмкін. Есік ашылмайды, немесе тағы терезе көтерілмей қалады, немесе жаңа аварийка істемейді, және тағысын тағылар. Осындай машинаның ішкі кузовына электроникасы істемей қалуы мүмкін. Сол үшін айтып жатырмын. Кілтті әрқашанда екі оқып жасатып жүріңіздер чипімен. Біз енді чип жоқ болғандықтан мына кілттің ішінде өте қиын жағдай деп айтқан себебім, мына бізде блок иммобилайзердің ішінде бұрынғы кілттердің коды бар. Бірақ ол кодты мынау кілт жасайтын адам сізге алып бере алмайды. Бұның ішіне программына кіріп, ішіне платасын отпаивать етіп, процессорын соның ішінен ескі кілттің кодын көшіріп алып, жаңа кілтке жазу керек та. Бұл дүние, мысалға, жаңа кілт жасатсаңыз 10-15 мың теңгеге шықса сізге, егер де қолыңызда чип болса. Чип болмаса, осы жаңағы манипуляциялардың барлығы сізге 100 мыңнан аса ақшаға шығып кетеді. Бұл жерде көлік иесінің үлкен қателігі бірден кілттің ішіндегі батарейканы ауыстырғанында болды. Енді көп адам біле бермейді. Міне қазір сіздерге көрсетейін. Мына аварийка ойнап тұр, жаңағы есікті ашып алдым ғой. Ойнап тұрған кезде, егер главный машинаның кілтінде чип болса, именно Range Rover'да, BMW-да тоже, замокқа кілт салып, зажигание қосқаннан кейін, міне аварийка сөнді, бізде есік ашылды, қараңыздар. Міне ашам. Міне. Оны не обязательно мынаумен ашу. Главный замок бізде иммобилайзер. Кілтті көру керек та. Бұл көлік иесінің үлкен қателігі осы болды. Мына ішінде батарейканы ауыстырамын деп жүріп, чипті жоғалтып алды да. Осындай жағдайға түсіп қалды. Осындай қателіктерді болдырмауға тырысыңыздар.